Құрметті оқырмандар, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, қолдау көрсетіп кетіңіздер. Шәкәрім Құдайбердіұлы 1858 жылы 11 шілдеде Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Шыңғыстау бөктерінде дүниеге келген. 1931 жылы 2 қазанда дүниеден өткен. Ақын, жазушы, философ, тарихшы, композитор. Абаймен замандас әрі інісі, әрі ол негізін салған реалистік әдебиет дәстүрлерін алға апарушы ізбасары. Өзі өмір сүрген ортаның қоғамдық, саяси және әлеуметтік сыр-сипаттарын көре білуде. Қоғам мен адам табиғатындағы кемшіліктерді зерделеуде, туған халқына түзу жол көрсетуде Құдайбердіұлы Абай бағытын ұстанады. Шәкәрімнің әкесі Құдайберді Құнанбайдың Күңке деген бәйбішесінен туған, яғни Абайдың туған ағасы. Шәкәрім 5 жасында ауыл молдасына оқуға беріледі. Онда 7 жасына дейін оқиды. Мұтылғанның өмірі атты автобиографиялық өлеңінде Шәкәрім Құдайбердіұлы 5 жасында ауыл молдасына сабақ ала бастағанын жазады. Әйтеуір 4-5 жыл көлемінде қара танып шықса керек. Бұдан кейін еш мектеп оқуынан өтпесе де, өмірі де өнер, білім қуған жастың өсу жолын аңғартады. Домбыра тарту, гармонда ойнау, қаршыға, бүркіт баулып, саятшылық жасау, сурет салу, өлең жазу, ғылымға құмарлану, қалтасындағы сағатының механизміне дейін ақтарып төңкеріп отырып тоқтап қалса, өзі жүргізіп алатын, мініскерлікке төселу, киімді өзінше тігіп киінуі, міне мұның бәрі 8 қырлы, бір сырлы адамның қолынан ғана келетін іс. Бір сайлау мерзімі болыста болып көреді. Артынша ол еріксіз жемтік шоқыдым, ар кетіп айла жамылдым деп опынады. Ұлық болуды дәреже көріп, лоқтығына өкінеді. Саусағын ғылымнан жарықтағына налиды. Бірақ Шәкәрім өзін мінегенде кейінгі жасқа сабақ болсын дейді. Мұны ұмытпауымыз керек. Әйтпесе ел жұмысына араласу, оған өз тұсындағы қоғамның тамырын басып, сырқатын анықтап алуына көмектесті. Шығармаларында да мүлде қол үзіп кетпеген. Ұстазы Абайдың тапсырмасы бойынша шежіремен айналысады. 25-інде қазақтың түп атасы деген еңбек туғызады. Өлеңінде жаза береді. Ғылымнан едім жалаңаш десе де, 40 жасқа дейін ол орыс, түрік, араб, парсы тілін үйреніп, философ, ойшыл жазғанын сынауға бет бұрады. Шәкәрім Құдайбердіұлы өз бетімен білім алып өскен адам. Әрине жетекшісі Абай болған. Дүниеге көзқарасы да Абай ықпалымен қалыптасқан. Абайдың ақындыққа мүлде ден қойған шағы 86-89 жылдар шамасы екені мәлім. Бұл кезде ұлы ақын 40-тың үстіне шықса, шәкірті Шәкәрім де оған серік боларлық жасқа келді. 20-ны орталап тастады. Сондықтан Шәкәрім өткен Абай мектеп университетінің программасында қандай пәндер оқылғанын алдымен оның мұғалімі ұстанған әдебиеттен білеміз. Мұхтар Әуезов зерттеуі бойынша Абай орыстың белгілі жазушыларынан Пушкин, Лермонтов, Толстой, Салтыков-Щедрин, Некрасов, сыншыл, ойшыл демократтардан Белинский, Герцен, Байрон, философ білгіштерден Спенсер, Спиноза, Люсис, Дарвин, Дрепер сияқты талайларды оқыған. Енді Шәкәрім Құдайбердіұлы өз тарапынан ізденіп оқыған ғылыми қайнарларға келсек, бұл туралы 1911 жылы Орынбор қаласында басылып шыққан түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі кітабында ол былай деп жазады. Оқыған кітаптарының мұсылманшасы Тәбри, тарихи,
ғумуми тарихи усмани, тарих антшар аласлам нәжип, Ғасымбектің түрік тарихы Абу Алғазы Баһадур ханның жазған шежіре, түрік және хәр түрлі кітаптардан алынған сөздер. Орысша кітаптардан оқығаным Радловтың ұйғыр туралы, Аристовтың түркі тәсілі туралы, дүниедегі хәр түрлі жұрттың шежірелерінен орысшаға көшірілген сөздері. Шәкәрім Құдайбердіұлы кітаптарды оқығанда адам және әлем сырын білмек үшін оқиды. Жан не, дін не, барша ғалам қалай жаралған? Міне осы сұрақтарға жауап іздейді. Және соның бәрін ол ноқтасыз оймен тексердім дейді. Осы оймен Меккеге барғанын да айтады. Стамбул кітапханасында 13 күн отырады. Бұл 1905-6 жылдар шамасы. Шәкәрім Құдайбердіұлы дінмен жұлдызы жараса бермегенін дәл осы арада айтуымыз керек. Рас, Құдайға сенген. Бірақ талай дінді тексердім. Ешбірі миға сыйған жоқ, дейтінде Шәкәрім. Тегінде ол дүниеге көзқарасы жағынан деизмге ойыстайтындай, өйткені әлемде жоғалған ешбір зат жоқ, түрленеді, ойла, шырақ деп, ешбір қосу алусыз материалистік ой қозғайтында Шәкәрім Құдайбердіұлы. Шәкәрім өз халқы алдындағы үлкен еңбегінің бірі ұлы орыс халқымен туыстасу, достасу, оның ұлы мәдениетін игеру жолындағы абай дәстүріне әрқашан берік болғандығы. Орыс қой енді атамыз, жақсылық сонан татамыз деген екірден ол орыс мәдениетін сөзбен ғана емес, ісімен де насихаттаған. 1908 жылы Пушкиннің Дубровский, Боран шығармаларын өлең түрінде аударады. Прозалық шығарманың поэтикалық шығармаға айналуы, дүние жүзі әдебиетінде сирек ұшырасатын құбылыс екенінде айта кетуіміз керек. Шәкәрім Құдайбердіұлы бұл арада халқының басым бөлігінің хат танымайтындығын ескеріп, жаттауға қолайлы өлең формасына әдейі жүгінген. Әсіресе Лев Толстой уағыздаған әділет ар жолы қазақ ақының көкеюіне қона кетеді. Ол ұлы жазушының шығармаларын аударады, оған хат жазып, ақыл кеңес сұрайды. Осы Толстой ілімінің әсері ме әлде 1908 жылы Шәкәрім Құдайбердіұлы Сахарада сирек кездесетін мінез көрсетіп, елсізге шығады. Өзі Саят Қора деп атаған үйде жападан жалғыз семьясыз тұрады. Сонда да ол халқынан рухани бөлектенген жоқ. Қажыдан қайтқандағы атасы Құнанбай құсап, шымылдық құрып, жарық дүниені тәрк етпейді. Өлеңін жазып, әлем оқиғаларына үн қосып отырады. Шәкәрім Құдайбердіұлы 1917 жылы революция таңын жарқын үмітпен қуана қарсы алды. Оған куә бостандық туы жарқырап, бостандық таңы атты деген революцияға арнаған жырлары. Кейде адасып, досы қайсы, дұшпан қайсы екенін айыра алмай қалған кездері де болады. 18 жылдың басында Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармашылығы: өмір сәнқойлар, ызақорлар, құмарлық, қалжыңбас, тойымсыз нәпсі сияқты дидактикалық өлең жырларында боямалы, ажарлы, жасанды мінезбен жағымсыз қылықты сынға алады. Ғашықтық сезім таза, пәк жүректен маздайтынын айта келіп, анық асық әулие шын сырым, адамгершілік ақ жолға өнер білімге үндейді жастарға өлеңі. 1905 жылы Шәкәрім қажылық сапар шекті. Меккеге барған бұл сапарын пайдаланып, ақын өзінің байырғы арманын жүзеге асырды. Стамбул, Париж кітапханаларынан туған халқының тарихына байланысты кітаптар оқыды.
Осылай жинаған материалдар негізінде түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі 1911 жылы кітабын қисындарын халық мүддесіне түсіндіру мақсатымен мұсылмандық шарты деген еңбек жазды. Бұл тұста ақынның діншілдігі танылады. Ол дін бұзушыларды қатты сынға алады. Шәкәрім өз шығармасында Аллах тағаланың кітабы Құран сөздерін және пайғамбарымыздың хадистерін адал сөзіне қатысты қолданыста болды. Құдайбердіұлының қаламынан терең ойлы, сыршыл, лирик өлеңдер Қалқаман Мамыр, Еңлік Кебек, Нартайлақ Айсұлу сияқты оқиғалы дастандар, Әділ Мария романы және басқа да прозалық туындылар, аудармалар, тарихқа, философияға қатысты еңбектер, сазды әндер туды. Түрік, қырғыз һәм қазақ һәм хандар шежіресі. Семей қаласындағы Жәрдем баспасынан Қазақ айнасы, Қалқаман Мамыр, Жолсыз жаза яки кез болған іс, Еңлік Кебек, Үш анық, Мұсылмандық шарты, Ләйлі Мәжнүн, тағы да басқа шығармалары 1912 жылы жарық көрді. 1978 жылы Ленинградта шыққан «Поэты Казахстана» деген жинақта Құдайбердіұлының бір қатар өлеңдері орыс тілінде басылды. Үлкен жинағы 1988 жылы Жалын баспасынан жарық көрді.